Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Бибігүл. Бүгін осындай кешкі асқа арналған өте керемет дәмді тағамның рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздердің сүйікті астарыңызға айналатынына толықтай сенімдімін. Ең алдымен тауық етін, тауықтың аяғын осылай үлкен-үлкен қылып шауып кесіп аламыз. Енді көкөністерімізді аршып дайындап аламыз. Яғни бізде пияз, мына жерде картоп және сәбіз. Аршылған сәбізімізді ірі қылып турап шығамыз. Картопты да үлкен-үлкен қылып тураймыз. Пиязды ортасынан бір бөліп, осылай жіңішке етіп турап шығамыз. Пияздың азғантай бөлігін алып қаламыз. Қалғанын осындай ыдысқа салып бөлек қоямыз. Бұл қамырдың ішіне салатынымыз. Ал мына алып қалған бөлігі бұл тағамға қосатынымыз. Қамыр ерейтін боламыз. Ол үшін сап-салқын суға тұз саламыз. Жұмыртқа саламыз. Араластырып, біздің алдын ала өлшеніп, електен өткізіліп дайын тұрған ұнымызға осы жұмыртқалы массамызды салып, біртіндеп құйып, қамыр ерейтін боламыз. Қамыр басында қатты болып көрінуі мүмкін, бірақ ерей бергеннен кейін бізде қамырымыз жақсы бірігіп, біркелкі қамырға айналатын болады. Мінекей, енді бұл қамырды бөлме температурасында 30-40 минутқа тұндырып қоямыз. Қалың қазанды алып, астын оттың қатты жіберіп, ішіне май құямыз. Майымыз қызғаннан кейін ішіне жуамызды, яғни пиязымызды салып, сарғайғанша қуырып аламыз. Үстіне тауық етін салып, жақсылап тұрып қуырамыз. Қазанның бетін ашық қылып қоямыз, және де тауығымыз толықтай осылай қызарғанша қуырамыз. Араластырып тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Шамамен 10 минуттан кейін сәбізді салып қуырамыз. Сәбізді 2 минуттай қуырамыз, және де үстіне картопты салатын боламыз. Картопты салып, жақсылап араластырып, бір қуырып аламыз. Және де үстіне тұзды салып, араластырып, қазанымыздың отын баяулатып, яғни орташа отта қазанымыздың бетін жауып қоямыз. Енді біз қамырымызға кірісеміз. Ең алдымен қамырдың ортасына салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін тұз бен бұрышты қосып, жуаға осылай қолымызбен араластырып аламыз. Мінекей, біздің қамырымыз жақсы ие қанып тұр. Енді осы қамырды 3 бөлікке бөліп, қамырымызды жазатын боламыз. Әзірше қалған бөліктерін беті жабық күйінде қойып қоямыз. Қамырды кәдімгі еттің нанына жазғандай қылып, жұп-жұқа қылып жазамыз. Ортасына жуамыздан, яғни пияздан жасалған салмамызды салып, орама нан тәрізді осылай бір-бірімен біріктіреміз. Төрт саусақпен тең қылып, осылай барлығын кесіп шығамыз. Және де қалған қамырларымызға да осылай жасаймыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін қазанның бетін ашып, ішіне су құямыз. Енді біздің қамырымызды осылай барлығын ішіне орналастырып шығамыз. Араларына осылай шемшік маймен, яғни сұйық маймен осылай майлап жіберіңіздер. Сонда қамырыңыз бір-бірімен жабыспай шығады.
Достар, менің арнама подписаться батырмасын басып жазылуды ұмытпаңыздар, және де лайк басып комментария жаза отырыңыздар. Барлық қамырымызды орналастырып болғаннан кейін 30-40 минут орташа отта пісіретін боламыз. Мінекей, бізде 40 минут өтті. Қамырымыз толықтай пісті, ішіндегі пиязымыз жұмсарып пісті. Біздің тағамымыз дайын. Енді осыны тағамды ұсынатын ыдысымызға салатын боламыз. Достар, бұл өте ерекше, әрі дәмді кешкі ас. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге, әсіресе сіздердің жолдастарыңызға, үйде ер адамдар болса, қатты ұнататынына кепілдік етемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығын салып болғаннан кейін қазанның ішіндегі сұйықтықты жан-жағына құйып шығатын боламыз. Өте керемет болып шығады. Баршаңызға ас болсын.